қауіпсіз сорпа істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бөлме температурасында суымызды алып, күрішімізге құятын боламыз. Болгарскийімізді тазалап аламыз. Осылай видеодағыдай қылып, аккуратно сындырмай тазалап аламыз. Ашып тазалап алған пиязымызды алып, майда қылып, 4 бұрыштап турайтын боламыз. Осылай пиязымызды турап, паршымыздың үстіне салатын боламыз. Күрішімізді де алып, әбден мыжғылап алып, 3 қайтара мен жуып алдым. Суымыз мөп-мөлдір болғанша. Осылай алып, күрішімізді салып аламыз, паршымызды пиязымыздың үстіне. Енді демдеуіштеріңіз саламыз. Үйде қандай демдеуіштер бар, соны салыңыздар. Қара бұрыш, бір араластырып болғаннан кейін тұзымызды да саламыз, қауларыңызға қарап. Әбден тағы да араластырып, болгарскийімізді ішін сыртын жуып аламыз. Дәндері қап кетпесін ішінде. Осылай қылып салып, паршымызды дайындап қойған паршымызды салып, қолымызды тесіп аламыз. Как видеодағыдай қылып, ортасы ашық қалу керек. Өйткені күрішіміз іседі. Сол кезде болгарскийіміз жұтылып қалмауы керек. Көріңіздер ме, осындай видеодағыдай қылып. Әбден салып боламыз, нығыздап. Сөйтіп нығыздап сап болғаннан кейін, қараңыздар, саусағымызды тығып көреміз. Міне, осындай видеодағыдай болу керек. Бір пиязымызды алып, осылай турайтын боламыз, ұзынша қылып. Енді картошкамызды 4 бөлеміз. Дәу болатын болса 3 бөлеміз. Ал майда болса 4 бөлетін боламыз. Көбіктеп тураймыз, дәу-дәу қылып. Қызып тұрған майға пиязымызды салып, қызарғанша қуырып, томат сабалатын боламыз. Томат салсаңыздар да болады, помидор салсаңыздар да болады, қалауларыңызға қарап. Мен томат салдым. Осылай қызартып қуырғаннан кейін барып, картошкамызды да салып алатын боламыз. Оны да сәл қуыратып боламыз. Қуырып алып, бетін сәл жауып қоятын боламыз. Сәл күйіп кетті, ол ештеңе алмайды. Енді су құямыз. Тұз, дәміне қарай өздеріңіз қалауларыңызға қарап. Енді дайындап қойған голубцимізді салып, суға салатын боламыз. Подписка бөлімінен тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.